Наурыз туралы не білеміз? Наурызнама деген қайдан шықты? Естіген білгеніңіз бар ма? Наурызнама наурыз күндері өтетін үлкен мейрам. Наурызнамада бата менен ел көгерер деп ақсақалдар бата беретін болған. Көкпар, қыз қуу, аударыспақ, балуандар күресі, теңге ілу, алтыбақан сияқты ойын сауық болып, жиналған жұрт қуанышқа бөленіп, көңіл көтереді. Наурыз мерекесінің апталап тойлануының айғағы. Наурыздың ұзақ тойлануы, әрі оның бір күнінен асып түсуі наурызнама. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы естеліктерінде наурызнаманың ұзақ тойланатынын жазады. 29 жасында Бұқари Шәріпте Ғабдолла ханның наурызнама тойының ішінде 8 күн болдым дегені дәлел. Мағжан Жұмабаев наурыз туралы қазақтың наурызы дін мейрамы емес, тұрмыс мейрамы, шаруашылық мейрамы. Бұл мейрамды дұрыстап өткізу керек. Бұл мейрамды тұрмыспен, ғылыммен байланыстырып, қоғамға пайдалы игі іс жасайтын мейрам ету керек дейді естеліктерінде. Бұл сөзді қазір президент айтып отыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев наурыздың жалпы халықтық сипатқа ие, әрі бәріне ортақ ұстанып, идея болса деген ниетпен мән мағынасын жоғалтпай, оны заман талабына сай етіп, жаңа сипатта тойлауды ұсынған болатын.